Қазір мына Турцияда сіздерге арнайы клем асатын аппаратты қалай қолдану керек екенін түсіруге келдім. Kardeşim sen bunu tut. Tamam mı? Мысалы, Türkiye'de bir ғана аппарат жеткілікті. Бірақ Қазақстан сияқты, Өзбекстан сияқты мемлекеттерде клем үлкен болғандықтан екі аппарат қолданамыз. Öbür türlü çevir. Bana. Өзіңізге қарай қалай асасыз. Ortaya koy şöyle tam. Tam şöyle ortaya koy. Bir аппарат кішкентай кілемдерде қалай асылу керек екенін көрсетеміз. Bunu bu şekilde koyduk mu? Koyduk. Енді айтайық, вискоза клемдер, кейбір клем жуу фирмалары elimizden komple gitti. İki tane elle çalışabiliyoruz. Viskoza klemlerde мысалы сыртқа қаратылатын фирмалар бар. Жүн клемдерді мысалы тез кетсін деп сыртқа қарат. Сондықтан былай ыңғайлы болады. Клемді бұрынғыдай сыртқа қарай орадың қажет жоқ. Fazla çekmiyoruz. Енді, Bak bu kadar. енді аппарат шығарамыз. Клем өзі жерге түседі. Енді Қазақстандағы үлкен клемдер жаю үшін қалай екенін көрсетейін. Hocam, енді Қазақстанның, Өзбекстанның, Қырғызстанның үлкен клемдеріне екі аппарат қолданамыз. Мына Турцияда мына вешалкалардың арасы 10 сантиметр. Сондықтан кіреу кішкене қиын болып тұр. Бір жақта өздеріңіз білесіздер 25-35 сантиметр жасалады. Onu da aynı şekilde koy. Екіншісі Yanına koy. Şöyle biraz aralık olsun. бұл үлкен клемдерді асқанға өте ыңғайлы. Ya da şöyle kullanabilir bunu. Bakın şu şekilde koydu ya. Қараңыздар, клемді сыртмен де жаюға ыңғайлы, ішімен де жаюға ыңғайлы. Міне. Bak. Bu şekilde koydu. Bak. Bunu buradan аппаратымыз шығардық, жібере салдық. Осылай өте ыңғайлы. Мынау көбісі ойлайтын шығар, бұны өзім ақ қолдан жасай саламын деп. Негізі ол олай емес. Толығымен нержавейкадан жасалған. Мынау труба емес, іші толық. Сосын бұның ішінде арнайы подшипниктеріміз бар. Өте оңай айланып тұрсын деп. Мына пластмастың өзі де бір 0,5-0,6 сантиметр қалыңдығында. Мынаның бәрі нержавейкадан жасалған. Ішінде подшипниктеріміз бар. Қолдануға өте ыңғайлы. Міне сыртпен жайсаңыз да клемді, ішпен жайсаңыз да өзіңіз қолмен осы жерде ыңғайлатып іле беруіңізге болады.